Бүгінгі сабақ бойынша ең бірінші әріп бұл алиф. Алиф тік таяқша бір сызық болып тұрады. Жолдың үстінде жазылады, алиф деп аталады. Оқыған кезде алиф ешқандай дыбыс бермейді. Енді алиф мына жерде оқылмай қалады да, тек үстіндегісі оқылады. Үстіндегісі харакат белгі дегенде өттік. Мына үстіндегі белгі ә деп оқылады. Сонда мынаны біз ә деп оқимыз. Алиф астында и тұр, сондықтан мынаны и деп оқимыз. Алиф үстінде у тұр, сондықтан мынаны у деп оқимыз. Сонда ә, и, у. Келесі әріп ро деп аталады. Жолдың бойында кішкентай басы, қалған аяғының бәрі жолдан төмен қарай түсіп жазылады. Алфавитте ро деп айтылады, оқыған кезде р деп оқылады. Енді бұл жуанда болады, яғни үсті фатхалы болып келсе жуан болады. Сонда р, о, ро, қалғанда жіңішке. Р, и, ри, р, у, ру. Мына жерде сукун деп аталады мынау. Яғни астындағы әріптің өзі ғана оқылады. Р. Одан кейін ә мен р тұр. Әр, и мен р, ир, у мен р, ур, р, о, р, рор, р, и, р, рир, р, у, р, рур. Келесі зә деген әріп. Зә әрпі з дыбысын береді. Бұл жіңішке. З, ә, зә, з, и, зи, з, у, зу. Мына жерде з-ның өзі. Әз, әз, из, из, уз, уз, з, әрі, зәр, з, ирі, зир, з, уры, зур. Р, оз, роз, р, из, риз, р, уз, руз, әз, әз, р, у, ру, әзру, изру, узру, урзу. Келесі әріп мим. Мим әрпі м дыбысын береді. Жазылуы осындай. Бұл да жіңішке. Сөздің басында, ортасында, соңында жазылуы өзгереді. Барлығы да м болып оқылады. М, ә, мә, м, и, ми, м, у, му, м. Енді буынға бөліп қалай қосатындығын үйреттім. Әрі қарай қосып оқи беремін. Әм, им, мур, муз, рум, әмәро. Не, ә, м, ә, әмә, р, о, ро, әмәро. Умиро, әмру, имру, ромзу, ирми, мәрмәр. Мына жерде у бар. Мәрмәру, ром-рому, зәм-зәм.